Сәлем достар, бүгін 15 минутта дайын болатын печенье жасайтын боламыз. Бізге керегі 2 жұмыртқа, оның үстінен қант сала отырып, жақсылап қанты ергенше араластыратын боламыз венчикпен. Сосын оның үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Және де електен өткізілген ұнымызды қосып, оның үстінен 1 шай қасық разрыхителімізді қосамыз да, жақсылап жұмсақ тесто шыққанша қамыр илейміз. Менде енді кішкене ұны көбірек болып кетті, бірақ сіздер нормамен салыңыздар. Описанияда барлық грамдарын барлығын қалдырып кететін боламын. Үй жағдайында осы печенье жасап көрсеңіздер өте дәмді, ерекше болып шығады. Қараңыздар, арасына мейіз қоссаңыздар да, немесе шоколад қоссаңыздар да болады. Ол енді өз қалауларыңыз. Мен осындай кішкене ғана сары мейіз қалыпты, соны қосып жібердім, ысырап болмасын деп. Және де қамырда 5-10 минутқа демалдырып қойып қоямыз да, одан кейін алып осындай дөңгелек қылып, араларын қатты тығыз қылмай өстіп орналастырамыз да. Тағы да 5 минут демалдырып қойып, содан 10-15 минут пеште пісіріп аламыз. Міне біздің өте оңай әрі дәмді ерекше печеньеларымыз дайын болды. Сақтап алып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.